Ертеде ешкі құйрығы келтеде. Ел ханға қарағанда хан елді алдағанда бір би болыпты. Ол бидің жалғыз баласы болыпты. Өзі ол замандағы оқуды тауысқан сондай сауатты және салауатты болыпты, және қатарынан асқан сұлу жігіт болған. Баласы 20-ға келген соң, оқуды бітіргеннен кейін, би баласын шақырып алып, балам, енді үйлен, мен қызығыңды көріп, немеремді сүйер ме екенмін дейді. Онда баласы: жарар ата, өзіме ыңғайлы сұлу қыз болса, үйлену қиын емес қой деп жүре беріпті. Атасы бірнеше қыздарды көрсетсе, оны бала жаратпай алмаймын депті. Сонан кейін атасының көңілі қалып, баласына ашуланып, халқын жинап алып: халқым, мен баламнан көңілім қалды. Ол енді үйленбесе, мен онымен бірге тұрмаймын депті. Енді сіздерден сұрайтыным, маған әдемілеп сол балам арнап үй салып беруге жәрдем етіңдер дейді. Оған халық: бұныңыз дұрыс деп жәрдем беріп, халық берсе көлдеген бір ай ішінде жақсы 2 бөлмелі үй салынып шығады. Сонан кейін би баласын сол үйге кіргізіп, өз сыртынан қарап тұратын адамдар қояды, өзі қатын алып та қояды. Баласы көп кітаптарды оқып, ермек етіп жата береді. Сол заманда тағы бір ханның қызы асқан сұлу болса керек. Ол қыз да күйеу таңдап, еш адамды жаратпай, өз алдына бір үй салдырып алып, бұл да жалғыз тұрады екен. Бұрынғының айтуы бойынша, дүние жүзінде 1-2 пері 2-ге бөлініпті. Бөлініп алып, түнге қарай ел аралап жүреді екен. Біреуінің аты дәу пері, екіншісінің аты шолақ пері болады. Сол 2 пері бір түні жер жүзін аралауға шығып, екеуі 2-ге жер жүзін бөліп алып, дәу пері Азияны аралауға, шолақ пері Европаны аралауға кетіпті. Дәу пері Азияның жартысын аралап болып, енді жартысын аралап келе жатса, бір үйдің терезесінен жарық көрінеді. Бұл не қылған жарық деп, жақын келіп терезеден қараса, бір жақсы жігіт ұйықтап жатыр екен. Соның нұр сәулесі үйдің ішін жарық етіп, терезеге де түсіп тұрған ол екен. Мұны көріп дәу пері таң қалып, аузы аңқайып тұра береді. Бір уақытта шолақ пері өзінің аралайтын жерін аралап бітіріп, дәу перімен уәделі жерге келген соң, бұған не болған деп іздеп келе жатса, баяғы терезенің тұсында үңіліп қарап тұрған дәу періні көреді. Өу, сен не қылып тұрсың деп қасына келеді. Сонда дәу пері: мұнда кел, қызық көресің деп шолақ періні шақырып, өзі көрген жігітті көрсетіпті. Онда шолақ пері айтады: ой, осы да сұлу болып па? Ой, мен бір қыз көрдім. Ол мұнан 2 есе артық сұлулығы дейді. Онда дәу пері: жоқ, мұнан артық адам баласының сұлулығы аспайды дейді. Онда шолақ пері: жоқ, менің көрген қызымнан артық сұлу болмайды деп, екеуі таласа төбелесіп те қалыпты. Оларды көретін жан жоқ. 2 пері төбелескесін оңай болсын ба? Сөйтіп төбелесе шаршап, екеуі отыра кетіпті. Сол уақытта дәу пері айтады: ей, шолақ, біз екеуміз бұрын өте тату едік қой. Бүгін 1-2 адамның сұлулығына шатасып төбелескеніміз болмас. Сонан да бері кел. Екеуміз татуласайық та, ойланып бұл таластың шешуін шешейік дейді. Иә, оның дұрыс екен деп шолақ пері қасына келіп айтады. Олай болса айда, екеуміз менің көрген қызыма барайық. Сен соны көр. Сонан кейін ол қызды алып келіп, мына сенің көрген жігітіңнің қасына салайық та, сонан кейін жігітті оятсақ, егер жігіт қызды құшақтап бетінен сүйсе, онда қыздың сұлу болғаны,
Егерде сүймей құр құшақтап жата кетсе, ол уақытта қызды оятармыз деп уағда жасап, қыздың еліне кетіпті. Қыздың еліне келіп, терезесінен қараса, қыз да айтқандай сұлу екен. Сонан кейін уағда бойынша қызды жігіттің еліне алып келіпті де жігіттің қасына салып, сонан кейін ептеп жігітті оятыпты. Жігіт оянса, қасында бір қыз жатыр. Ай десе аузы, күн десе көзі бар. Жігіт ойлайды, әкем маған теңімді жаңа тапқан екен. Енді бұл қызға мен үйленермін деп ойлайды да, қолындағы балдағын қыздың қолына салып, өзі қыздың қолындағы сақинасын алып, өз қолына салып, сонан кейін қызға бетін беріп жатып, ұйықтап кетіпті. Бір уақыт туғаннан кейін екі пері енді қызды оятады. Қыз оянғаннан кейін жан-жағына қараса, бөтен ешкім жоқ. Қасында өте сұлу бір жігіт жатыр. Қыз мұндай жігітті іздеп таба алмай жүр едім. Менің теңім өзі келген екен деп құшақтап, үш қайтара бетінен сүйіп, сол құшақтаған күйінде ұйықтап кетіпті. Сол кезде дәупері қасында тұрған шолақ періні жұдырығымен бір ұрып жіберіп, әне, көрдің бе депті. Сонан соң қызды көтеріп алады да, өзінің еліне апарып, төсегіне салып, өздері жөндеріне кетті. Біраздан соң таң атып, үйге жарық түскен соң, бидің баласы оянып қараса, қасында ешкім де жоқ. Қой, бұл көрген түсім шығар десе, қолында қыздың сақинасы қалған, ал өзінің жүзігі жоқ. Япырмау, бұл қалай? Түсімді көрдім дейін десем, жүзігім жоқ. Өңімді көрдім дейін десем, қыз жоқ деп аң-таң қалып отырғанда, үстіне өзінің қызметкер кісісі келеді. Ол кісінің есімі Жетім екен. Әй, Жетім, түнде менің қасыма әкеліп салған сұлу қыз қайда болды дейді. Сонда Жетім аң-таң қалып тұрып, жоқ төрем, сіздің қасыңызға ешкімді қыз салған жоқ. Мен қыз көргенде жоқпын дейді. Олай болса мен жуынып киінгенше сен әкеме барып, соның жайын біліп кел, және айтарсың. Егер де ол қызға үйлендірсе, мен оған өте ризамын дейді. Онан соң Жетім жүгіріп биге барып, тақсыр би мені сізге төре жіберді дейді. О, неге деп би сұрайды. Сонда Жетім бидің баласының сәлемін айтады. Би кішкене ойланып отырып, оның қасына қыз салғаным жоқ, өзінің есі дұрыс па екен деп, өзі Жетімге еріп баласының үйіне барса, баласы жуынып киініп отыр екен. Әкесі келгеннен кейін сәлем беріп болып, әке, түндегі менің қасыма салған қыз кімнің қызы? Соны мен алар едім дейді. Сонда әкесі басын шайқап, мен қыз салғаным жоқ сенің қасыңа дейді. Оған баласы сенбейді. Әке, егер де ол қызды маған қосқың келмесе, мен сені көрмеймін, тамақ та ішпеймін дейді, тұлан салып жатып алыпты. Би өзінің үйіне келіп, бәйбішесіне баласының жайын айтып, еліне жар салып, дәрігер іздеңдер, балам ауруға айналып деп қарата бастайды. Онымен бала жазылмайды, ал бұл жата берсін. Ендігі хабарды қыздан білейік. Бұл қыз да таң атқан соң баяғы жігіт тәрізді өз-өзінен таңырқап, бұл қалай деп кішкене отырған соң, есігінің алдындағы қызметкер әйелді шақырып алып, сен әжеме бар, менен сәлем айт. Егер де әкем мені түндегі менің қасыма салған жігітке берсе, мен барар едім дейді. Ол қолындағы жүзікті ешкімге көрсетпей шығып кетеді. Қызметкер әйел барып ханның бәйбішесіне айтса, бәйбіше шошып түсіп, біз жігіт салған жоқпыз, жігіт деген немене деп ханға хабар беріп, бәйбіше қызына келіп мән-жайын сұрайды. Онда қыз шешесіне, жігітті маған қоспасаңдар, мен де сендерді көрмеймін деп теріс қарап жатып алады. Хан қызының мұнысына аң-таң болып, жалғыз өзі бір үйде жатушы еді, бір нәрсенің салқыны түскен шығар деп, елінде көзі білетін дәрігерлерге қаратса, олар біздің қолымыздан келмейді, бұл балаңызды біз жаза алмаймыз дейді. Сонан соң хан еліне жар салады. Кімде-кім менің қызымды ауруынан жазып шығарса, сол адамға қызымды қосамын дейді. Егер де жаза алмаса, сол қараған кісінің басын аламын депті. Сонан соң бір сыпыра есалаң жас жігіттер біз жазамыз деп барып бастарынан айырылып, жұртына
аңыз болupdy. Bir güni kız goýuga galyp oturup, esiginiň aldyndagı äýeldi jiberip, äkesiniň bas wäzirin şäkirtip alypdy da bulay diýdi: "Äý aga, men sizdi bir kyn saparga jumsaýyn dep oturmyn" depdi. Bayagy yüzükdi körsetip oturup. "Siz olsa yüzükdi alyňyz, äkemniň tulparyna miniňiz. Tulpardyň kiliti mende. Onu men kulupda aşyp, bir neşe aýlyk azykpen siz yüzükdiň üstündegi aýşygyna garap, meniň körgen, gaşyk bolgan jigitimdi izleýiňiz. Egerde sol eldi tapsaňyz, ol jigit-de men gusap jatgan şygar. Soğan därger bolup üýüne kirgenden keyin osy yüzükben meniň bergen elemdememdi berseňiz, ol jigit ýazylat. Sondan soň amalyny taýyp bertip alyp gelersiz" diýdi. Ogan wäzir "Järer, izlesem izlep göreýin" dep, kızdan yüzükben selemdeme oramalyny alyp, hanyň tulparyna minip alyp, aýlyk azygymen jolga çygyp, birneşe elderdi aralap, birneşe ay jürüp, bir güne elge gelip, ol eldiň hanlarynyň üýüniň töbesindegi aýşykka kolundagy yüzükdiň yüzündegi aýşykdy salstyryp garasa, yklas bolup çygat. Sondan soň wäzir bir kempirdiň üýüne gelip, "Kişi, men sizdikine atymdy koýup geteýin. Ol atymnyň akysyna koý basyndaý altyn berem. Eşkimge körsetmey bagyp turarsyz. Kaşan özüm kelgende alam" dep atyn sonunda tastap, özü därger bolup, koluna taýak alyp, sol elde aralap, awru emdep jüre berit. Onda bir kız aýtat: "Egerde sen jakсы därger bolsaň, bizdiň bir biýimizdiň şaňgyz bolasy köpden beri awrup jatyr, soňam bar. Egerde jazyp çygarsaň, ne etleseňdi beret" diýdi. Sonda wäzir ogan: "Meni ertip baryňyz" dep jabysa getipdi. Birä ýürgen soň biýdiň üýüne gelip, därgerligin aýtkandan soň "Bi boldy, osy balamdy жазsaň, ne surasaň beremin" diýdi. Sonda wäzir därger biýge aýtady: "Magan 3 gün wagt berseňiz, 3 günge deýin balaňyz ben özüm jaňgyz bolamyn. Eşkimdi gatnaşdyrmaňyz. Ol üçin 3 günlük tamaқты balaňyzga barmay turup kirgizip goýuňuz. Sondan soň men baryp kirgen soň, balaňyzdyň üýüniň esigini sırtyndan kulupdap goýarsyz" diýdi. Aýtkanynyň bärini istep bolgan soň wäzir därger balanyň üýüne baryp kirse, biýdiň balasy tösekde jatyr eken. Kişkene oturgandan keyin wäzir aýtat: "Men sagan alys şerden selemdeme alyp geldim, basyňdy göter" diýdi da kızdyň bergen oramaly men yüzügin beret. Sonda biýdiň balasy tösekden uşup turup, kiyimlerin kiyip wäzirden soraýt: "Meni ol kızga alyp barasyzba? Ol kızdyň eli kaşykba" dep. Sonda wäzir aýtat: "Ol bizdiň hanymyzdyň jalgyz kyzy edi. Ol da sen gusap sagan gaşyk bolup awrup jatyp algan soň men seni izdep geldim" dedi. Sondan keyin bastan ötken äňgimege kanykkan soň biýdiň balasy meni wäzir rolga daýyndalat. Wädeli 3 gün ötken soň bala äkesine habar beret: "Men täwür boldum. Endi meniň 5 garowum men atymdy äkelip bersin, jene bir semiz atdy ýetip keltirsin. Biz därger ekebimiz aňga çygyp serwendep gelemiz" diýdi. Bugan bir kuwanyp, bar suragany daýyndap äzirlep beret-de kuwana galat. Wäzir därger biýdiň balasyny ertip çykkan soň, balany bir jerge goýa turup, özü baryp kempirdiň üýündägi atym minip, 3 atden bir günçilik jerge bargan soň, bayagy biýdiň emiz atyn soýup, üýden alyp çykkan balasynyň eski kiyimlerini kanga boýap tastap, attyň etin azykka pişirip alyp, kızdyň eline garaý wäzirge erip, biýdiň balasy ýürüp getipdi. Bir neşe ay ýürüp, kızdyň eline gelip, bayaga özüni ertip gelgen wäzirdiň üýüne gelip ösüp, atyn, karuw şaragyn sol üýge goýup, özü aňşy därger bolup hanga gelip: "Men jaňa peri jabyskan därgermin. Sizdiň kyzyňyzdy nawkas dep esitip, sonu uluksat etseňiz karawga geldim" diýdi. Onda han: "Şeragym jas bala ekensiň, sen jazalmassyň. Egerde jazalmagan därgerdiň basyny alamyn, töýtüp seniň de obalyňa kalarmyn" diýdi. Onda biýdiň balasy aýtady: "Men ogan rizamyn. Egerde jazyp alsam, siz wädeňiz boýunça kyzyňyzdy magan beresiz" diýdi. Ondan soň han men wädelesip,
3 gün merzimmen, jan gatnamaýdyn güwedemen bidiň balasy hanyň gyzynyň üýüne gelip kirse, kız tösekde uhlep jatyr eken. Sonda bidiň balasy bulay depdi: "Men geldim, seni izdeýip alyş şoldan. Alyňyz Sakinany bizdiň goldan. Kezdesip, osy üýde gaşyk jarga, tilegim köpden gütken kabyl bolgan" degende, basyň kız köterip alyp: "Eş şygar, bir Alladan suraganym, kündüz tün seniň üçin jylaganym" dep tura görsüp jylaganda, bidiň balasy betindegi perdesini alyp tastap kızdy kuşakday beripdi. Sonumen güwedeli 3 gün bitkenden soň hanga habar berip, han 30 gün oýun, 40 gün toýun jasap bidiň balasyna kyzyny kosupdy. Ol osy menen tura tursun. Ende biden habar alaýyk. Bir gün ötgen soň balasy gaýdyp gelmegen soň öz atyna minip basyna jigitlerini eritip balasyny izdeýige çykypdy. Bir neçe gün izlep jürüp bir jerde kanga boýalyp jatgan balasynyň kimin taýyp alyp, "Balamdy öldürüp ketipdi" dep esinden tanyp jylap eline gelip asyn berip Kuran çygarypdy. Sonumen bi balasyndan küler üzüp tura bersin, endi kız bilen jigitden söýleýik. Ekewi basyň gosup, köňülderi birlenip, bir jyldaý turgan soň, bidiň balasy aýeline aýdypdy: "Meniň elimde atanam galdy. Men soňan köşküm geledi. Sen äkeňe habar ber, bizge ulksat bersin köşüge" dep äýelin han atasyna jiberipdi. Han ogan riza bolup batasyn berip, 40 otawgdy 40 narga artyp, 40 küň berip, bir awul etip bidiň eline garaý şaryp salyp, balalaryna batasyn berip hoşdasyp kalypdy. Ondan soň bir neçe ay jürüp, bir teňizden ötedin jeri bar eken, onuň kasyndagy togaýga keşkisin gelip konup el jatgan soň tün ortasy bolganda bidiň balasy oýanyp jan jagyna garap jatsa, katynynyň golunda bir nerse jarkyrap jatyr eken. "Ýapyrmaw, bul ne nerse" dep katynynyň kolundan ägytyp alyp, şatyrynyň esiginiň aldyna aparyp alakanyna salyp agdaryp garasa, ol gawhar tas eken. Öýtüp görüp oturganda bir japalak uşup gelip, alakanynyň gawhardy ilip alyp anaday jerge baryp konady. "Ow, şirkin gaýtat" dep jügürüp barsa, ol japalak onan eri baryp täge oturat. Ogan täge jügürüp barsa, ol japalak täge sonday jerge baryp konat. Söýte bir ägdik togaýga giretde jok bolat. Endi jigit kosuna gaýtaýyn dese jol tapa almay adasat. Öýtüp ýüre bersin. Bir gezde şatyrda galgan äýeli oýanyp garasa, kasynda baý jok ekenin görüp, dalaga çyksa, jumuşçular tym-tyrys ýuktap jatyr, baý görünbeýdi. Jani üýge şatyryna gaýta kirip garasa, baýynyň kiyimleri jatyr, özü jok. Endi gaýdam dep turganda, koluna közü tutdy, bilegindegi gawhar da jok. Öýtüp oýga galyp oturganda taň sargaýyp ata bastaýdy. Endi katyn oýdaýdy: "Meniň baýym jok desem, bul jumuşçular meni äýelsinip dilimde almay goýar" dep. Jalmajan baýynyň bar kiýimin giýip, şäşiň tebesine tüýüp, dalaga çygyp, aýnalyp jürüp, hyzmetker jigitlerini oýatyp, "Meniň äýelim jok, tez turup izdeňder" dep ämir beret. 40 kise 40 jakdan aýnala izdep tapa almaýdy. Bir jeti izdese de tapa almay, ne gylaryn bilmey, endi teňizge jakyndap, kememen teňizden ötüp bidiň eline barmak bolup köşüp gelip, kemege jüklerini tiýetip teňizden öte beredi äýel. Al bidiň balasy usun da tapa almay, gawhardy da tapa almay, dilesi gatyp kaňgyp gele jatsa, sol özü jürgen togaýdyň içinde bir bahşy ekken şalga kez bolup, özüniň menjaýyn aýtyp tamak surap işip oturat. Sonda şal ogan aýtat: "Sen mına jerde keme toktaýdyn awul bar, soňam baryp surastyrsaň, äýeliňmen köşüňde tabarsyň" diýdi. Onda bidiň balasy: "Jok ata, men gawharymdy tappay, äýelimniň didaryn görmeýmin" depdi. "Jani ata, magan siz ulksat etseňiz, men sizge bala bolup, jardam berip siz bilen birge tursam gaýtat" dep. Sonda bahşaş şal: "Onu balam özüň bil, magan da gora gerek" dep rizalyk berip, sol şal bilen birge bidiň balasy tura beret.
Ол сонымен тұра тұрсын. Енді оның көш бастап кетіп бара жатқан әйелінен сөз етелік. Ол баяғы көшкен бетімен кемеге барлық жүк мал жанын тиетіп, сол кеменің иесі ханның қаласына келіп жетті. Сол жерде бір жетідей болған соң, оларды сол елдің ханы қонаққа шақырып қонақ қылады. Сонда қонақта отырып, әңгімеден әңгіме шығарып айтып, өзінің әйелін жоғалтқан жайын айтады. Онда хан, олай болса, бұрынғының сөзі бар, қаз орнына қарға, қап орнына дорба деген менің жалғыз қызым бар. Сон сен алып маған күйеу бол деп жабыса кетіпті. Онда бидің баласы келіні, менің әйеліме берген уәдем бар еді, онан басқа әйел алмаймын деген деп рұқсат алып өзінің шатырына қайтыпты. Шатырына келген соң, еруліге қарулы деген деп бұл да ханды қонаққа шақырыпты. Хан қонақ болып енді үйіне қайтар уақытта, мен саған қызымды берем деген соң берем. Сон сен алып маған бала болсаң дейді. Оған ойлануыңа 3 күн уақыт берем. 3 күннен кейін хабарын бер деп хан үйіне қайтып кетіпті. Сонан соң бидің келіні қалай жасауға білмей, 3 күні бітпей ханға хабар береді. Мен қызын ала алмаймын, енді хош сау тұрсын көшем деп кісі жібереді. Онда хан ашуланып, менің қызымды алмаса мен оны шауып алып, өзінің есігіме құл етемін деп бас уәзірін жіберіпті. Сонан соң бөтен істейтін айла таба алмай, жарар алайын депті. Сонан кейін хан қуанып, 30 күн ойын 40 күн тойын жасап, қызын баяғы бидің келініне, баласына беріп отауға салып, күйеуге хан жарып жата береді. Әйел алған әйел күн батқан соң әйелінің қасына жату орнына дәрет алып жайнама жайып, құбылаға қарап түнімен намаз оқып отыра береді. Сонымен бір жеті өтіп, ханның қызы бұл қалай, менің менсінбейтін болды деп әкесіне хабар беріпті. Бұны естіген соң хан күйеуін шақырып алып, егер менің қызымды қасына жатып әйел қатарын алмасаң, мен сенің басыңды алам дейді. Сонымен 3 күн тағы мерзім алып, бидің келіні баласы шатырына келіп, кешке төсек салған соң, өзінің алған әйеліне жалынып, басынан өткен жайын, өзінің әйел екенін, байының бір түнде жоғалып кеткенін, онан кейін мына құлдары әйелсініп билік бермей кететін болған соң, өзі байының киімдерін киіп, еркек болып бұл жерге келіп, бұл ханның қол астына келіп, өзі ол ханға күйеу болғанына дейін айтады. Сен ертең әкеңе хабар бер, бәрі түзелді, менің қасыма жатты деп. Егер де менің байым табылса, ол менен асқан сұлу, екеумізге де бай бола алады. Ең керегі, сен маған сөйтіп жәрдем ет деп ханның қызына түнімен жалынып уәдесін алып, біреуі әйел, біреуі бай болып, сол ханның қаласында қол астында тұра береді. Сөйтіп жүргенде хан атасы ауырып қайтыс болып, оның орнына өзі хан болып тұрады. Баяғы өзі көшіп келетін кемелер өзінің қарауына қарап қалады. Ол солай хан болып, ел билеп тұра тұрсын. Ендігі сөзді бидің жоғалған баласынан естілік. Ол сол шалға бала болып бақша салысып, бақша қызметінде бірнеше жыл тұрады. Шалмен бірге. Бір күні бақша піскен кез екен, түнде бақшаны аралап келе жатса, бір асқабақтың үстінде баяғы өзінің қолынан гауһарын алып кеткен құлақты жапалақ отыр, және аяғында гауһар тұр. Бала бұны көріп, бір тасты қолына алып, жапалақтың арт жағынан жақындап келіп, таспен жатқыза келіп, қойып қалыпты. Жапалақ тоң қалаң асып құлап өліп қалады. Сонан соң бала жүгіріп барып гауһарын алып, сол қуанған күйінде атасына келеді. Шал да қуанып, енді балам еліңді ізде деп, бір қол сандық жасап, оған қауыншек толтырып, оның үстіне гауһарын салып, аузына құлып салып, баланы кемеге мін деп жөнелтіп жібереді. Бала кемеге барып мінуге рұқсат алып, қол сандығын қойып кеме ішіне, енді көптен дәмдес болып едім, атамды енді бір барып көріп қоштасып келейін деп барса, шал өлейін деп жатыр екен. Шал қайтыс болған соң оны тастап кете алмай, оны оқытып, арулап, қабірін қазып, оны қабірге салып, қабірдің бетін жаба бергенде, кеме жүретін белгісін беріп жүріп кетіпті.
Бидің баласы сөйдіп кемеден қалып қойып, шалдың орнында бұрынғы шалдың барындағы кәсібін істеп жүре беріпті. Ал кемешілер есі жоқ нәрсені ханға тапсыратын әдеттері бойынша баяғы баланың қол сандығын әкеліп ханға тапсырып, барлық мән жайын айтыпты. Сонан кейін хан оны сарайына кіргізіп сандықты ашып қараса, өзінің гауһарын көріп, және іші толған қауыншектерді көріп, кеме бастығын шақырып алып, дереу осы сандықтың есін тауып әкеліңдер деп әмір беріпті. Хан әмір еткен соң, бір жеңіл кемеге мініп алып, кеме бастығы баяғы бала сандық салған кеме тұратын орынға келіп, баланың кеткен жағына қарай қасына 2-3 жігіт ертіп келсе, бала бақша аралап жүр екен. Сәлемдесіп амандасқаннан кейін, сен неге қол сандығыңды тастап, өзің мінбей қалдың? Енді мына біз саған келдік, бізбен жүресің десе, бала мен бармаймын дейді. Содан кейін баланы байлап алып кемеге салып ханға әкеліп беріпті. Хан баяғы сандық сарайға кіргізіп, сыртынан құлып салып қойыпты. Кеш болып ел жатқан соң, қолына шам алып, қасына өзінің әйелін ертіп, хан бала жатқан сарайға келіп, балаға қарап, мені танисың ба депті. Онда бала, жоқ, білмеймін дейді. Содан кейін хан бетіндегі пердесін алып тастап, енді тандың ба дегенде, бала құшақтап алып өзінің бетіндегі пердесін алып жібергенде, екеуінің бет сәулесі сарайды жарық қылыпты. Сонан соң әйелінің үстіндегі өзінің киімін өзі қайта киіп, әйелімен қайта көрісіп, көрген білген оқиғаларын айтысып, әйелінің алған әйелін өзі алып, әйелінің орнына хан болып, ертеңіне халқына жар салады. Кешегі кеме бастығы тауып әкелген менің жоғалған әйелім екен, еркек киімін киіп, еркек болып жүрген деп той жасап, кеме бастығына көп сыйлықтар беріпті. Сонан соң бірнеше жыл сол елде тұрып, соңғы алған әйелі бір ұл туыпты. Сонан кейін өзінің еліне көшіп келіп, баяғы әке шешесіне қосылып, бай болып, патша мұратына жетіп, бақалшақтары көкке жетіп